Энергияны қалай көтереміз деп сұраған жандар өте көп болыпты. Бірінші оңай жолдарын айтайын. Таза ауада серуендеу, көп жаяу жүру, спортпен айналысу. Ерте жатып, ерте тұру. Яғни 7-8 сағат обязательно ұйықтау керексіздер күнде. Саяхаттау, жаңа жерде жаңа энергия алып келесіз, миыңыздағы программа өзгереді. Көрмеген жеріңізге саяхат жасасаңыз. Таулы аймақтарда жиі демалып тұру. Көктемде табиғатқа шығып демалу, яғни маевкаға, природаға барып демалу керексіздер. Неге? Өйткені көктемде жаңадан шығып жатқан шөптер мен талдарда жаңа энергия болады. Сол энергияны бойыңызға алу үшін сол табиғатта демалу керексіздер. Сосын бала шағасы барларға. Балаларда 12-13 жасқа дейін, яғни жасөспірім жасқа дейін балалардың энергиясы күнде алмасып тұрады, күнде жаңарып тұрады. Яғни бала ұйықтаған сайын жаңа энергия беріліп тұрады. Сол баланы 12-13 жасқа дейін күніне 3 мәрте құшақтайсыз. Мына жерде энергия көзі бар. Мына жерде энергия көзі бар. И сол балаңызды, яғни 12-13 жасқа дейін құшақтасаңыз, энергия алмасады. Қорқпаңыздар, баламның энергиясын алып қоямын деген сияқты, онда еш нәрсе болмайды. Просто энергия алмасады. Бала ұйықтаған соң оған жаңа энергия беріледі, а сіздің энергияңыз жаңарып тұрады. Енді қиын жолын айтайын. Қиын жолы адреналин алу. Адреналин бойыңыздағы бүкіл энергия көзін ашады. Даже блокта тұрған энергияны да ашып жібереді. Бірақ жүрегі слабыйларға ондай жасауға болмайды. Адреналин алудың жолдары парашютпен ұшу, американский горкаға міну, пиратқа міну, атпен шабу, серфинг, енді көп қой түрлері. Кім қандайдан адреналин алады? Мен лично өзім американский горка мен пираттан адреналин алам. Сосын кинотеатрлар бар ғой андай. Панорамный кинотеатр дейді ғой. Бүкіл елдің үстінен жәндегі скоростьпен жүргізеді ғой. Будто киноның ішінде жүрген сияқты. Сол жерде де адреналин алуға болады. Сосын комментарияда мынандай сұрақ болды. Энергиям тасып, энергиям көбейгені соншалық бастырылып жатырмын дейді. Сізде таза энергия болса, сіз бастырылмайсыз. Значит, сізде негативный энергия көбейіп кеткен деген сөз. Темный аурамен жүрген адам ғана бастырылады. Тазалану үшін аят сүрелер көп оқу керексіздер. Оқи алмасаңыздар, хотя бы тыңдау керексіздер. Теңіздің, мұхиттың жанында тұрсаңыздар, сол теңізге, мұхитқа, бұлақтың суына да түсуге болады. Жақсы энергияны тазалайды. Сосын үйде ваннаға тұз салып шомылсаңыздар да тазаланасыздар.